Бүгінгі іс-шараның ең соңғы күні Жетісай ауданының Түркістан қаласындағы мәдени күндері. Оның үстіне биылғы 2023 жылғы кестеге сәйкес облыс әкімдігімен бекітілген өнерлі өлке іс-шарасының бекітілген кестесіне сәйкес және мынау Түркістан облысының 5 жылдық мерейтойына сәйкес осындай сәйкестендіріліп үлкен іс-шарамен облыс бойынша бекітілген. Сол бойынша кеше осы соңғы 3 күннен бері жаңағы Жетісай ауданының өнімдерін, өнерін жалпы осы Түркістан тұрғындарына, Түркістан қаласының тұрғындарына, Түркістан облысының тұрғындарына осы мынау 5 жылдық мереке қарсаңында тарту етіп жатқан жағдайымыз бар. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Түркістан қасиетті де қастерлі Түркістан қаласының облыс орталығы болғаны, Түркістанның өз алдына облыс болғанына 5 жыл болды. Міне осы 5 жылдың ішінде осы еңбекқор елдің жеткен жетістіктері өте көп. Оны бармақпен санауға мүмкін емес. Міне өздеріңіз көріп отқандай Түркістан қаласының өзінде қанша ғимараттар, қанша жаңашыл нәрселер, мына осы мавзолейдің төңірегіндегі жаңашылдық нәрселердің өзі осы Түркістанның түрленуіне және көріктенуінің арқасында мемлекет басшыларының, облыс әкімдерінің көңіл бөлуінің арқасында мен осындай дәрежеге жетіп отыр. Бұл енді Түркістан осы 5 жылдың ішінде осынша дәрежеге, деңгейге дейін дамыды. Бұл енді бұдан кейін де тоқтап қалмайды. Жалпы Түркістан облысының әрбір азаматы облыстың әл-ауқатын көтеруге, әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға және өнерін басқа да барлық дәріпті нәрселерін дәріптеуге барлық осы Түркістан облысының тұрғындарының жаңағыда парызы және борышы деп білемін. Соның ретінде біз өзіміз мынау жер жаннаты Жетісайдан келіп 3 күнде осы Түркістан халқына, Түркістан қонақтарына, жалпы облыс тұрғындарына өндірген еңбекқор халықтың өндірген өнімдерінен көрініс, жаңағы көрме көрсетіп, осы өнерпаз қауымның арқасында қойылым қойып, бүгінгі ең мынау соңғы қорытындылау күнінде осы Түркістан қаласының тұрғындарына және қонақтарына концерт қазір басталайын деп жатыр. Жалпы енді өздеріңіз соңғы 5 жылдықтағы санмен айтатын болсақ, көрсеткішпен айтатын болсақ, Түркістан облысының жеткен жетістіктері өте көп. Бұл енді бұнымен тоқтап қалмайды. Әр аудан өзінің деңгейінде, облыс орталығы өзінің деңгейінде бұдан да биік нәтижеге жетеміз деп құлшыныспен жұмыс істеп жатқан жағдайы бар. Барлық осында қызмет атқарып, осы жалпы облыстың жаңағы көркеюіне, осы барлық азаматтарды, облыс тұрғындарының барлығын мен осы облыстың көркеюіне атсалысуына шақырамын. Рахмет сұхбатыңызға. Мынау жалпы өнерлі өлкеге осы іс-шараға Жетісайдан қанша адам тартылды, өнерпаздары бар, көрмеге қатысушылары бар, неше халық келді? Енді Жетісайдан осы өнерлі өлке фестивалін өткізу үшін біз 160-қа тарта жаңағы қызметкерлер келдік. Оның ішінде өнерпаздарымыз бар, спортшыларымыз бар, көрмеге қатысқан азаматтарымыз бар. Кеше бірінші күні қол өнер көрмесі болды. Одан жаңағы ауыл шаруашылық өнімдерінің көрмесі болды. Одан бөлек мынау біздің әжелеріміздің салт дәстүрді көрсететін жаңағы көріністері болды. Одан мынау енді қазіргі кейінгі кездерде ұмыт қалып бара жатқан жаңағы киіз басу, өрмек тоқу деген сияқты, сол жаңағы табақ тарту деген сияқты осы қастерлі өзіміздің әдет ғұрыптарымызды көрсетуге жалпы біз осы 3 күннің ішінде Жетісайдан 160-тай қызметкер атсалысып өткізіп жатырмыз. Фестивальға келген жетісайлықтар басқа аудандардың несін көрдіңіз бе, осы шараларын өткізіп жатқан? Ерекшелігі қандай? Мысалы, Сарыағаштың өз ерекшелігі болды, Созақта да өз ерекшелігі болды, концертте ерекше болды. Жетісайдың қандай ерекше қойылым, ерекше көрме, өйткені көрменің бәрін бәр аудан қойып жатыр.
сіздердің жұртшылықтар қандай ерекше? Енді біздің Өткен алда кешіріңіз, өткен алда не бар? Үлкен автокөлік ойнатылып отыр фестивальге. Осыны алуға, не қылуға қандай не бар сіздерде жаңағыдай? Енді біз бұл жерде көрмеге жалпы өнерлі өлке фестиваліне біз өз алдын ала дайындықпен келдік. Ол енді ол жердегі ұйымдастыру, ең бірінші ұйымдастыру мәселесі. Одан кейінгі мәселе мынау жаңағы ауыл шаруашылық өнімдерінің көрмесі. Одан кейін біз кеше екінші күнден дұрыс айтасыз, ауыл шаруашылық өнімдерін жалпы спорттық іс-шараларды барлық аудан концертті де барлығы қойып жатыр. Бізде мынау облыс аумағында өздеріңізге белгілі 2-3 қана драма театр бар. Сол бізде Жетісай қаласында орналасқан Құрманбек Жандарбеков атындағы драмалық театрдың кеше жаңағы бір қойылымын көрсеттік. Біздің енді осы үлкен театрға жаңағы біздің қойылымдағы жиналған халықты көріп, біз енді осы біздің жаңағы басқа аудандардан ерекшелігіміз осы Құрманбек Жандарбеков атындағы театрдың қойылымында. Одан кейінгі тағы бір ерекшелігіміз барлық ел болғасын, елдің іші өнерден кенде болмайды. Сол бүгін біздің осы Жетісай ауданының атынан өзіміздің сол ауданның түлегі концертке, бүгінгі қорытынды концертке Әбжаппар Әлқожа келіп өнер көрсетеді. Осындай ерекшеліктеріміз бар деп есептеймін. Саламатсыздар ма? Жетісай өлкесінің қаласының өнер көрсеткіштері міне мәдениет үйінен келіп біздің Түркістан қаласына барша өнерлерін көрсетіп жатыр. Біз осы Түркістан қаласында есімім фамилиям Нахипова, есімім Балтагөл. Енді Жетісай дегесін бізге өте ыстық көрінеді. Өйткені мен туған нағашыларым сол Жетісай қаласынан болады. Енді ұру несін айтпай қояйын. Міне соған қызығып біздің таныстарымыз бар ма, нағашылар жағынан келген адамдар бар ма, соны аралап бүкіл үйден ауыз тиіп, қымыздарын ішіп, қазақтың ұлттық сусындарын ішіп, тамағын ішіп, бәрінен ауыз тидік. Қазақтың ұлттық тамақтарына құрт жатады, беш бармағымыз жатады, мұрынды қымыздарымыз жатады. Енді өте тамаша. Біздің жаңағы кірген үйіміз, о Жетісайдан келген мәдениет үйінің жастар екен. Бірге суретке түстік. Ол суретіміздің видеосы, суреттер барлығы баламыздың соткімізде. Мен кеше жақында ғана Дихангөлден 10 күн бойы қымыз ішіп келдім. Сонда енді бұл қымызбен салыстырып отырсақ, мұрындық қымыз енді тамаша екен. Ішінде қасы да бар, қартасы да бар, құйрығы да бар, енді ысталған күйік оты да бар. Енді Дихангөлмен салыстырғанда енді екеуі де теңдес келеді, бірақ бұйыртқа енді бүгін мақтауға тура кеп тұр. Өте тамаша. Көңілімізден шықтық. Енді осы жердің барлығын аралап, енді Жетісай өңірінің бүкіл өнерлерімен, бүкіл әнші қыздарымен, бүкіл жаңағы осы көрініп тұрған өнерлермен таныстық. Көңілімізден шықты. Сіздерге көп-көп рахмет. Енді апыл жаңа ас ауқат жалпы ұлттық тағамдар жайында айтып отырсыз ғой. Ар жақта жаңағындай киіз басу, кілем тоқу деген мына жағында қол өнер бұйымдарының көрмесі болып жатыр. Жалпы оларды аралап көрдіңіз ба? Қандай баға бердіңіз? Мына киіз басу соңғы кезде кенжелеп бара жатқан, жалпы ұмыт болып бара жатқан дүние. Оған қалай қарайсыз? Иә, о жақтында барлығын аралап өттім. Жаңа бір 2 немереммен үйдегі кісі де келген еді. О кісілер жамазасы күн ыстық деп алып кетті. Енді мына жерде өзім сіңлім екеуміз қалдық. Көрдік. Енді мен жасым биыл 65-те. Біз кішкентай кезімізде әжелеріміз, апаларымыз сол киіз басуды да, кілем тоқуды да, алаша тоқуды да барлығы үйреткен. Балалық шағымызды еске түсіріп, сондай тамаша көңіл күйде болдық. Жақсы. Енді соны көрсете білсек, жастарға үйрете білсек, осындай қол өнер қазір әрбір мектепте еңбек сабағы бар. Сол еңбек сабағында осылардың барлығын мұғалімдер үйретіп, сағат санына қосып қойса, өте керемет тамаша болар еді. Бұрынғы біздің ескі ұлттық өнерлерімізді жастар үйреніп білетін еді. Өте тамаша. Ризамыз.